Бізде 3 түрлі кескін бар. Жұлдыздар, шаршылар және үшбұрыштар. Оған қоса бізде әрбір кескіннің нешеу екені берілген. 5 жұлдыз, 3 шаршы және 6 үшбұрышымыз бар. Барлығын тақтада көре алмайсыздар, тек жазу ретінде жазылған. Сонымен бізде 5 жұлдыз, 3 шаршы және 6 үшбұрыш бар. Барлығы бізде қанша кескін бар? Барлық сандарды онда қосып көрейік. Тақтаға жазайық. 5 қосылған 3 қосылған 6. Бірінші кезекте бірінші екі сандарды қосайықшы. 5 қосу 3. 5 жұлдыз қосу 3 шаршы дегеніміз 8 болады. Енді 8 қосу 6 қаншаға тең болады? Егер де жауабын білмесеңіздер, өздеріңіз жазып санап көріңіздер. Бірақ әлі де білмей жатсаңыздар, 8 қосу 6 14-ке тең. 5 қосу 3 қосу 6 да 14-ке тең. Бір сұрақ туындауы мүмкін. Сандар ретін өзгертіп қоссақ, шығатын сан өзгере ме? Байқап көрейікші. 5 қосу 3 қосу 6. 5 пен 3-ті қосудың орнына 3 пен 6-ны қосайықшы. 3 шаршы қосу 6 үшбұрыш қаншаға тең? Бұл дегеніміз 9-ға тең. Және бізде 5 қосылған 9 шығады. Ал 5 қосу 9 деген, егер де жауабын білсеңіз, керемет. 14-ке тең. Егер де білмесеңіз, есте сақтап алыңыздар. Мүмкін сенбесеңіздер, кішкентай тастарды жинап, 5 тас пен 9 тасты қосыңыздар. Тағы да сан ретін өзгертіп қоссақ, яғни 5 қосу 6 қосу 3 болса, жауабы бәрібір 14 болады. Сонда барлық кескіннің саны 14.